Сәлем достар, бүгін YouTube'дағы ең ауыр сұрақтардың біріне жауап іздейміз. Мүмкін дәл қазір осы видеоны көріп отырғандардың арасында мындай ой жүрген шығар. Каналым өлді ма, жаңа канал ашқаным дұрыс па, әлде осы каналды жалғастыра бергенім жөн бе? Шынын айтсам, бұл сұрақты маған соңғы уақытта өте көп адам қоя бастады. Бірақ қызығы сол, көп жағдайда адамдар мәселені дұрыс жерден іздемейді. Олар проблема каналда деп ойлайды. Ал шын мәнінде проблема көбінесе контентте болады. Тіпті одан да нақты айтсақ, контенттің форматында болады. Сондықтан бүгінгі видеода мына сұраққа жауап береміз. YouTube каналын шынымен қашан жабу керек? Ал қашан каналды емес, тек контент стратегиясын өзгерту керек. Өйткені менің байқағаным, YouTube'тағы адамдардың көбі каналын жоғалтпайды. Олар жұмыс істемейтін форматқа байланып қалады. Және сол форматтан шыға алмай жүреді. Бүгін осы туралы сөйлесеміз. Ал бастамас бұрын кішкентай өтініш сіздерге. Каналымызды 60%-дан астамы каналға жазылмай көреді екен видеоларды. Каналымызға жазылып қоюды сұраймыз сіздерден. Ең бірінші қате, көп адам былай ойлайды. Менің 100 видеом бар, соның ішінде тек 2 видео ғана жақсы нәтиже көрсетті. Қалғандарының қаралымы өте төмен. Демек каналым жүрмейді. Демек каналым өлген. Демек жаңа канал ашу керек. Жоқ, дәл осы жерде адамдар ең үлкен қателікті жібереді. Керісінше, егер сенің бірнеше видеоң қалғандарынан қарағанда бірнеше есе жақсы нәтиже көрсетсе, бұл өте жақсы жаңалық. Бұл YouTube'тың саған берген сигналы. YouTube саған міне адамдарға осы ұнады, осы тақырып қызық, осы формат жұмыс істейді деп көрсетіп тұр саған. Бірақ адамдар соны байқамайды, өкінішке орай. Мысалы, сенің каналыңда 80 видео бар делік, соның екеуі 20 мың қаралым жинады, біреуі 50 мың қаралым жинады, ал қалғандары 500 мыңның қаралым деңгейінде қалды. Көп адам дәл осы жерде алгоритм кінәлі дейді. Бірақ сенің қоятын сұрағың басқа болуы керек. Неге дәл сол видеолар өтті? Неге дәл соларды адамдар қарады? Неге дәл соларды YouTube ұсынды? Осы сұрақтарға жауап іздеу керек. Өйткені көп жағдайда жауап сол жерде жатады. Мүмкін тақырып жақсы болған шығар, мүмкін миниатюра, яғни обложка жақсы болған шығар, мүмкін аудиторияның нақты проблемасын шешкен шығар, мүмкін видеоны ұсыну тәсілі басқаша болған шығар, мүмкін бірінші 30 секунды күшті болған шығар, мүмкін эмоция көбірек болған шығар. Қалай болғанда да себеп бар. Ал сол себепті таппай тұрып каналым өлді деуге болмайды. Көп адам көре бермейтін сигнал. Маған кейде адамдар статистикасын жібереді. Қараймын, бір видео жақсы жүріп тұр, екінші видео жақсы жүріп тұр, үшінші видеода жақсы нәтиже көрсеткен. Ал автордың өзі соны байқамайды. Ол тек нашар видеоларға қадалып отыр. Яғни соларға ғана қарап отыр. Бұл өмірдегі сияқты. Кейде адамдар жұмыс істеп тұрған нәрсені емес, жұмыс істемей тұрған нәрсені көбірек көреді. YouTube'та да солай. Бір видеоң жақсы нәтиже көрсетті ма, онда сол видеоны бөлшектеп зертте. Неге өтті, қай жері өтті, қандай аудиторияға өтті, неше пайыз адам соңына дейін қарады, CTR қандай болды, қай елдерден қаралды, қандай сөздер қолдандың. Сонда ғана нақты қорытынды жасай аласың. Өйткені статистика эмоциядан әлде қайда шынайы нәрсе. Сенің көңіл күйің алдауы мүмкін, бірақ цифрлар өтірік айтпайды. Кейде каналды емес, форматты жабу керек. Енді ең маңызды жеріне келейік. Менің ойымша, көп жағдайда жабылуы керек нәрсе канал емес, контенттің белгілі бір түрі. Мысалы, сенің арнаңда 5 түрлі бағыт бар делік. YouTube жаңалықтары, YouTube алгоритмі, жасанды интеллект, мотивация, технология жаңалықтары. Ал статистика көрсетіп тұр. Тек YouTube алгоритмі туралы видеолар жақсы жүріп жатыр. Қалғандарының бәрі әлсіз. Онда сен не істеуің керек? Тағы да бәрін араластыра беру керек па? Жоқ. Өзіңе ұнаса да, ұнамаса да статистикаға қарау керек. Өйткені каналдың бастапқы кезеңінде басты мақсат барлығын жасау емес, бір нәрсемен танылу. YouTube түсіну керек, бұл канал не туралы. Ал көрермен түсіну керек, бұл каналдан не аламын. Егер бүгін бір тақырып, ертең басқа тақырып, арғы күні үшінші тақырып болса, YouTube шатасады, көрермен де шатасады. Соңында каналың шатасады. Сол себепті кейде өсу үшін жаңа нәрсе қосу керек емес, артық нәрселерді алып тастау керек. Жаңа каналды ашу қашан дұрыс болады? Енді маңызды сұраққа келейік. Жаңа канал ашу керек болатын жағдай бар ма? Иә, бар. Бірақ көп адам ойлағаннан әлде қайда кеш. Көп адам былай істейді. 5 видео салды, нәтиже жоқ, жаңа канал ашады. 10 видео салды, нәтиже жоқ, тағы да жаңа канал ашады. 20 видео салды, нәтиже жоқ, тағы да басқа тақырыпқа көшеді. Сосын бірнеше жылдан кейін қарап отырады, 5 түрлі канал ашқан, бірақ бірде-біреуін соңына дейін жеткізбеген. Шындықты айтсақ, YouTube'та адамдардың көбі жеңілмейді. Олар тым ерте кетіп қалады. Көп адам ойынның ережесін үйренбей тұрып, алаңнан шығып кетеді. Сондықтан менің ойымша 5 видео арқылы канал туралы қорытынды жасау мүмкін емес. 10 видео арқылы да мүмкін емес, 20 видео арқылы да мүмкін емес. Тіпті 30 видео арқылы да кейде нақты қорытынды жасау қиын. Неге? Өйткені сен әлі үйрену кезеңіндесің. Сен әлі тақырып жазуды үйреніп жатырсың. Миниатюра жасауды үйреніп жатырсың. Көрерменді алғашқы 30 секундта ұстап қалуды үйреніп жатырсың.
жатырсың. YouTube студионы оқуды үйреніп жатырсың. Сен әлі кәсіби деңгейде емессің. Ал көптеген адамдар кәсіби деңгейге жетпей тұрып нәтиже күтеді. Бұл футболға бірінші рет келіп, неге мен Месси сияқты ойнай алмаймын деген әңгімемен бірдей. Сондықтан алғашқы кезеңде нәтиже емес, даму маңызды. 100 видео ережесі. Маған өте ұнайтын бір ой бар. Көп тәжірибелі авторлар былай дейді: алғашқы 100 видеоңды нәтиже үшін емес, тәжірибе үшін түсір. Бұл сөздің ішінде үлкен шындық жатыр. Өйткені алғашқы 100 видео сенің YouTube университетің. Сол жерде сен бәрін үйренесің. Бір видеода тақырып жазуды, бір видеода обложка жасауды, бір видеода сөйлеуді, бір видеода монтажды, бір видеода аудиторияны түсінуді, бір видеода статистиканы оқуды. Күн сайын кішкентай өзгеріс енгізіп отырасың. Сол кезде үлкен өзгерісті байқамай да қаласың. Бірақ бір күні алғашқы видеоңды ашып қарайсың, сосын соңғы видеоңды қарайсың, сонда ғана айырмашылықты көресің. Сонда ғана түсінесің: мен шынымен дамыппын, мен шынымен үйреніппін, мен шынымен басқа деңгейге өтіппін. Ал көп адам осы деңгейге жетпей кетіп қалады. YouTube сенің сабырыңды тексереді. Шынымды айтсам, YouTube'тағы ең үлкен қиындық монтаж емес, камера емес, микрофон емес, алгоритм да емес. Ең үлкен қиындық сабыр сақтау. Өйткені сен бүгін еңбек етесің, ал нәтиже ертең келмеуі мүмкін. Бір аптадан кейін де келмеуі мүмкін. Бір айдан кейін де келмеуі мүмкін. Тіпті бірнеше ай бойы келмеуі мүмкін. Сол кезде көптеген адамдар тоқтайды. Өйткені олар еңбек пен нәтиженің арасында уақыт бар екенін ұмытып кетеді. Ал YouTube'да сол уақыт кейде ұзақ болады. Бірақ дәл сол уақыт ішінде көптеген адамдар ойыннан шығып кетеді. Сол себепті YouTube'да қалған адамдар жеңеді. Менің өз тәжірибем. Қазір сен менің видеоларымды көріп отырсың. Иә, осы жерге шейін көріп отырсаң, қазір бәрі оңай сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ басында бәрі басқаша болды. Мен де осы жолдан өттім. Мен де қаралымсыз отырдым. Менде де статистикаға қарап көңілім түскен кездер болды. Менде кейбір видеоларымның неге өтпегенін түсінбей жүрдім. Бірақ кейін бір нәрсені түсіндім. YouTube'да саған ешкім кепілдік бермейді. Бірақ YouTube саған мүмкіндік береді. Сол мүмкіндікті пайдалану немесе пайдаланбау өз қолыңда. Кейде бір видео ештеңе бермейді. Келесі видеода ештеңе бермейді. Бірақ үшінші видео каналды мүлдем өзгертіп жібереді. Төртінші видео аудиторияны алып келеді. Бесінші видео жаңа деңгейге шығарады. Сен оның қай видео екенін алдын ала білмейсің. Ешкім білмейді. Сол себепті көптеген адамдар дәл жеңіске жақындаған кезде тоқтап қалады. Бұл ең өкінішті нәрсе. Бірақ тек қана төзім жеткіліксіз. Осы жерде бір маңызды нәрсе айтайын. Мен қазір тек шыдай бер деп тұрған жоқпын. Өйткені бұл да қате кеңес. Көп адам шыдай береді, бірақ ештеңені өзгертпейді, ештеңені талдамайды, ештеңені жақсартпайды. Сосын мен 2 жыл бойы видео түсіріп жүрмін дейді. Бірақ жарайды, бірақ сен сол 2 жылда не үйрендің? Нені өзгерттің? Қандай қорытынды шығардың? Қандай эксперимент жасадың? Міне, негізгі сұрақтар осы. YouTube'да тек еңбек ету жеткіліксіз. Дұрыс бағытта еңбек ету керек. Сен статистикаға қарауың керек. Қай видео өтті, неге өтті, қай видео өтпеді, неге өтпеді, қай обложка жақсы жұмыс істеді, қай тақырып көбірек қызығушылық тудырды. Міне осы сұрақтарға жауап іздеген адам өседі. Ал жай ғана видео шығара берген адам көп жағдайда орнында қалады. Сондықтан төзімділік пен анализ бірге жүру керек. Тек біреуі ғана жеткіліксіз. Канал шынымен қашан өлген деп айтуға болады. Енді ең маңызды жеріне келдік. Осы уақытқа дейін мен каналды ерте жаппа деп айтып келдім. Бірақ шындықты айту керек. Кейбір жағдайларда жаңа канал ашу шынымен де дұрыс шешім болуы мүмкін. Өйткені барлық каналды мәңгі сүйреп жүрудің де қажеті жоқ. Сұрақ: ондай жағдай қашан болады? Мысалы, сен бірнеше жыл бойы контент шығарып жүрсің. 100 видеодан әлде қайда көп шығарып тастадың. Тақырыптар араласып кеткен, аудитория араласып кеткен. Каналдың нақты кімге арналғанын өзің де түсінбей қалдың. Бүгін бір аудиторияға сөйлейсің, ертең басқа аудиторияға сөйлейсің, арғы күні үшінші аудиторияға сөйлейсің. Міне осы жерде проблема басталады. Өйткені YouTube тек видеоларыңды емес, аудиторияңды да үйренеді. Сенің көрерменің кім, қандай тақырып көреді, қандай видеоларға басады, қандай видеоларды соңына дейін қарайды. Осының бәрін YouTube үнемі талдап отырады. Ал сен аудиторияны шатастырсаң, YouTube та шатасады. Сондықтан кейбір жағдайларда жаңа канал ашу шынымен тиімді болуы мүмкін. 1000 жазылушы үшін ұсталып отыру қате. Мына жерде көп адам эмоциямен ойлайды. Менде 1000 жазылушы бар, менде 5000 жазылушы бар, менде 10000 жазылушы бар. Осыншама еңбек еттім, қалай тастаймын каналымды? Түсінемін, бұл табиғи нәрсе. Бірақ бір сұрақ қойып көр. Сен каналды дамытқың келе ме, әлде бұрынғы еңбегіңді қорғағың келе ме? Бұл екеуі екі түрлі нәрсе. Кейде адам каналды емес, өзінің жұмсаған уақытын қимайды. Ал бизнес тұрғысынан қарасақ, өткен уақыт уже қайтып келмейді. Ол шешім қабылдауға әсер етпеу керек. Егер жаңа стратегия әлде қайда күшті болса, кейде нөлден бастау әлде қайда тиімді болуы мүмкін. Мысалы, бір дұрыс видео, бір ғана дұрыс видео саған 1000 жазылушы да әкелуі мүмкін. 5000 жазылушы да әкелуі мүмкін. 10000 жазылушыны да әкелуі мүмкін. Тек бір ғана видео. Сондықтан кей адамдар жазылушы санын тым жоғары бағалайды. Ал ең маңызды нәрсе дұрыс аудитория. Көп адам түсінбейтін, көп адам түспейтін бір нәрсе. Мысалы, сенде 10000 жазылушы бар. Бірақ олар сенің қазіргі контентіңді көрмейді. Олар ескі контент үшін жазылған саған. Олар басқа тақырып үшін келген. Олар басқа формат үшін келген. Сонда сол
ол 10 мың жазылушының пайдасы қанша саған? Көп жағдайда өте аз. Өйткені сен әрқашан сапа емес, кейде 1000 белсенді аудитория 10 мың пассив аудиториядан әлде қайда құнды. YouTube-та дәл солай қарайды. Ол жазылушы санына емес, көрерменнің әрекетіне қарайды. Сондықтан кейде аз аудиториямен үлкен нәтиже көрсетуге болады. Ал кейде үлкен аудиториямен өте әлсіз нәтиже алуға болады. Не үшін көп адам 10 видеодан кейін беріледі? Бұл сұрақ мені әрқашан қызықтырады. Неге адамдар соншалықты ерте тоқтайды? Менің ойымша себеп өте қарапайым. Олар нәтижені тым ерте күтеді. Қазір әлеуметтік желілерде бәрі тез болып жатқандай көрінеді. Біреу вирус болды, біреудің видеосы атып кетті, біреу миллион қаралым жинады, біреу бір айда монетизация қосты. Біз соларды көреміз, бірақ көрмейтін нәрсе бар. Оған дейінгі жүздеген сәтсіз әрекеттер, оған дейінгі тәжірибе, оған дейінгі қателіктер, оған дейінгі еңбектер. Адамдар соңғы нәтижені көреді, бірақ артындағы тарихты көрмейді. Сол себепті өздерін басқалармен салыстырады. Сосын көңілі түседі. Бұл өте қауіпті нәрсе. Өйткені әр каналдың жолы әртүрлі, әр аудитория әртүрлі, әр ниша әртүрлі. Сенің нәтижең қашан келетінін ешкім нақты айта алмайды. Бірақ бір нәрсені нақты айтуға болады. Егер сен үйреніп жатсаң, анализ жасап жатсаң, қателеріңді түзетіп жатсаң, онда сен алға жылжып жатырсың. Тіпті қаралым оны әлі көрсетпесе де. Енді ең үлкен қатеге келейік. Менің ойымша көптеген контент жасаушылардың ең үлкен қатесі эмоциямен шешім қабылдау. Бір видеоң өтпеді, көңіл күй түсті, бәрін өзгертеміз. Бір апта қаралым азайды, жаңа канал ашамыз, бір ай нәтиже болмады, YouTube болмайды екен. Міне осылай көптеген адамдар өз мүмкіндіктерін өздері тоқтатады. Ал кәсіби авторлар басқаша ойлайды. Олар эмоцияға емес, дерекке қарайды, статистикаға қарайды, сандарға қарайды, тест жасайды, салыстырады, қорытынды шығарады. Сосын ғана шешім қабылдайды. Міне айырмашылық осы жерде. Қорытындылайық, сонымен бүгінгі видеодан не түсінуіміз керек? Егер сенің бірнеше видеоң жақсы нәтиже көрсетсе, каналың өлген жоқ. Керісінше, YouTube саған бағыт көрсетіп тұр. Егер бір формат жұмыс істеп тұрса, сол форматты тереңірек зерттеу керек. Егер басқа форматтар нәтиже бермесе, мүмкін олардан бас тарту керек шығар. Бірақ каналды емес, форматты. Ал егер жүздеген видео шығарған болсаң, аудиторияң толық араласып кеткен болса, және мүлде жаңа бағытқа кеткің келсе, онда жаңа канал ашуды қарастыруға болады. Бірақ ең маңызды нәрсе мынау. YouTube-та жеңетін адамдар ең таланттылар емес, ең қымбат камерасы бар адамдар да емес, ең көп ақшасы бар адамдар да емес. Олар анализ жасайтын адамдар, олар үйренетін адамдар, олар қателесетін адамдар, бірақ қателіктен қорытынды шығаратын адамдар. Сондықтан келесі жолы каналым өлді ма деп сұрағаннан бұрын өзіңнен мына сұрақты сұра. Мен шынымен каналды тексердім ба? Әлде мен эмоциямен шешім қабылдап отырмын ба? Көп жағдайда жауап дәл сол жерде жатады. Егер видео пайдалы болса, лайк басып кетіңіз, ал пікірге жазыңыз. Сіз жаңа канал ашуды ойлап жүрсіз бе, әлде осы бар каналыңызды дамытуды жалғастырасыз ба? Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube-та дамудың жолын көрсететін арна.